Кім сигналға кірген? Қазір соны разбирать етеміз. Қандай нәтижелер сізде? Ереке сигналда менде минус дейді. Қанша процент? Қандай сигналдан? Атын жазып жіберіңіз. Кім? Бірақ түсініп отырған жоқпын. Менде минус. Ерлан. Қанша процент сіздерде? Тұрман деп атып жібердім. Қанша доллармен кіріп жатсыздар? Қанша доллармен кіріп жатсыздар? Жетпіс сегіз. Иә. Ерлан аға, сіз қанша доллармен кіргенсіз? Мен 78%. Нормально естіп тұр ма? О, Жәнібек ағада бізде бір сигнал бүгінге минус 33. Үш сигналдан плюс 242% таптыңыз ба? Так, қазір қалай естіліп тұр ма? Интернет немного жаман істеп жатыр. Так, Жаңбек ағада жақсы результат. Күшті. Так, пинжінден күтіп тұрамыз да қазір. Қазір секунду. Көріп алайын, көріп алайын. Пока что ұстап тұрамыз. Я Әділ аға, бүгін көрсем. Негізі қазір анализді жалғастырайын дегем, бірақ нарыққа қарадым, немного нашар болып жатыр. И сіздерге, особенно новичоктарға, қиын болады анализ жасауға. Так что мына сабатта сіздерге қалай сигналға кіру керектігін көрсете салайын. Өйткені вот сол жерден қазір тез табыс тапсаңыз болады. В общем, соңғы сигналдан бізде куратор жазды. Возможно, откупает маркетмейкер Godbita деген. Godbita деген ол бізде көп бір үлкен кит деп айтсақ болады. Оның там бірнеше миллион доллар бар. И, например, сол адам бір мемкоинді там откупить етсе, сатып алса, то оның артынан басқалар сатып алады. Иә? Бірақ бұл информация не подтвержденный, что именно сол адам сатып алып жатыр бұл мемкоинді. Сол сатып алып жатса, бұл мемкоин қазір қанша бізде 700 мың капитализация, иә? Ол примерно 10 есе өсуі мүмкін. Вот. Бірақ қазір не подтвержденный болса, то монета құлайды. Пока что ұстап тұрамыз, ничего страшного. Біз жазамыз, біз қашан сатып жіберетінімізді сигналда жазамыз. И потом қашан алатынымызды, қашан сататынымызды айтамыз. Сатып алайық па? Иә, сатып алсаңыз болады соңғы сигналда. Так, еще төбесіне 15 есе өскен монета. Кірдіңіздер ма? Бүгін сағат 8-де жібергенбіз. Кім пинжинға кірді, қазір тағы да сатып алсаңыз болады, то есть докупить етсеңіз болады. Қазір айтамын неше минутта сатуға керектігін. Қараңыздар,
қазір мына соңғы монетаның қазір разбирать етіп жатырмық сигналды. Кім 800 мың капитализацияны алды, сіз қазір тағы да закупить етсеңіз болады 15 доллармен, 20 доллармен. Так, қазір бір студент сұрап жатыр. Ссылканы сигнал каналға қазір беріп жіберейін. Так, достар, секунду. Запись тұр ма? Запись тұр, иә. Жалпы сигналдар қанша минусқа кеткенде шығу керек позициядан? Аха, жақсы сұрақ. Я соны айтайын дегем. Законники. Қараңыздар, біз байқасаңыздар, біз жазамыз қазір нені ашайын. Запись экранына. Аштым. Все. Так, кейбір вот, біз соңғы сигналдардан былай жазып жатырмыз. Take 2-3 икса, выходить минус 50%. Take 2-5 иксов, да? Мына жерде take минус 30, стоп минус 30, take profit 2-3 икса. Көріп тұрсыз ба? Ол деген сізде там қарап тұрасыз ғой ана жерде. Например, чатта біреу жазды, бір оқушымыз минус 73%, иә, тапты. Олай болмау керек. Иә, сізде стоп жазған кезде осылай ұстаңыз минус 30-қа дейін, минус 40-қа дейін, иә. Уже сіз, например, 70-80 болса, сізде минус 80-70% болса, сіз уже оны слишком көп ұстап жатырсыз, ол қайта оралмайды. Вот. Жазамыз осылай, стоп минус 30%, take profit 2-3x. То есть 2 есе 3 есе өскенде сатып жіберіңдер деп жазады. Так, потом мына сигналда жіберген, и потом gamble деп жазған. Gamble деген ол рискованный монета. Бірақ риск ақталды, 15 есе өсті бұл монета. Так, автономно сатып жіберуге бола ма или сатып алуға? Негіз жоқ, вручную істеу керек. Потом қай жерде сатып жібереміз? Обязательно осындай 2-3x емес, 2-3x емес, ал просто сіз довольны болсаңыз, табыспен сол кезде сатып жібересіз. Вот. Так что Жәнбек, сіздің сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Profit выходить, жазамыз, короче. Стоп деген. Мына жерде минус 50%-ке шығу керек. Мына жерде минус 30%-ке. Кейбір кезде минус 20 болған, иә. Вот. Пока что мынаны ұстаймыз. Қараңыздар. Қазір мен сіздерге тағы мына пейнтпен көрсетейін. Вот мына Pigeon монетасы. Қараңыздар. Значит, мына ол қалай жасасам. Значит, 800 мың капитализация болған. Так, секунду. Вот біз мына жерде сначала түсіндіріп жіберейін. Мына не символдар мына деген. Қараңыздар. Вот сигнал жіберілген, оның монетаның аты, оның контракта, адресі, иә. И біз мына жерге тағы қараймыз. Маркет капа. Иә? Біз постоянно маркет капамен өлшереміз ғой, дұрыс па? Вот. Мына жерде 735 мың капитализация оның қазір.
астындағы бізге керек жоқ. Бұл объем, АТХ, иә, холдерлар, ссылкалар, мына тоже мына статистика, топ 10 холдерлар, иә. Бұл керек жоқ. Мыналарды ссылкалау керек жоқ. И мына жерде көреміз біз, что біз негізі 880 мың капитализацияны жібердік бұл монетаны, иә. 880 мың капитализацияны жібердік. Вот, все, что вам нужно. Капитализация, и біз қандай капитализацияны жібердік. Вот. Қай кездерде монетаға кіру уже поздно. Давайте, например, бүгін 38-де жіберген монета, қазір оның капитализациясы 4 мың. Ал мен бірінші сабақта айтқам, что монета өзі сондай капитализацияны өседі. Шығады, иә, 4 мың капитализацияны шығады. И потом ол қайта құлаған кезде, қайта 5 мыңға, 6 мыңға, 7 мыңға, 4 мыңға, 3 мыңға түссе, сондай, примерно сондай, как сказать, сондай кішкентай бағаға түссе, значит ол қайта оралмайды. Иә, қарасаңыз, мына жерде біз 75 мың капитализацияны жібердік. Ол өсті. Қарайық қазір қанша процентке өскенін. Қазір мен түсіндіремін даже не істеп жатқанымды. А 37%-ке өсті, потом құлады, короче. Вот, именно дәл сол, именно сол сигнал. Вот. И сіз, возможно, кейбір студенттер поздно кіріп жатқан сигналды көріп, вот 4 мың капитализация, все, уже поздно кіру. Маған уже поздно кіру. Бірақ біз обычно енді жазамыз. Біз сатып жібердік па, ұстап жатырмыз ба, оны айтамыз сіздерге. Вот. Орысша жазамыз. Вышел, там, купил снова, перезашел. Вот. Сондай айтамыз. Потом сигналдан тағы не көрсеткім келген. Мына деген бізде просто статистика. Иә, там қашан статистика жібердік, 19 апрель статистиканы қарадық біз. 7 күн ішінде 26 сигнал бердік. И оның жартысы, иә, то есть 26-дан 13 монета, олар 2 есе и одан көп өскен. 2 есе плюс одан көп өскен. Қалғандары там 50%, 30%, 70%, иә, 20% өсті. Ал 13 монета бізде 10%, иә. То есть жартысы 2 еседен көп өсті. И вот қарасақ, біріншісі там 13 есе өскен, екіншісі 12 есе өскен, үшіншісі 6 есе өскен. Мына жерде көре аласыз скобканы. Вот. Там последний 13, там 2-4 есе. Вот. Осыны просто сұрақ болмау үшін, не мынау деген сұрақ болмау үшін. И потом енді осы деген. PNL деген, біз просто мына команда жібереміз да, и бізге бот айтады, что көрсет мына монета қанша процентке өскен. В общем, қанша процентке өскен. Сол үшін сондай жібереміз. Бұл сигнал емес. Біз просто қараймыз, типа, вот, біз жібердік монетаны, а потом қарадық қанша есе өскен. 2-7 есе өскен. Вот. Все, что вам нужно знать. Так. Сіздер жазғанша минусқа кетіп қаламыз ғой біздер. Нені жазғанша? Жоқ, біз монетаны жібергеннен кейін сразу жазамыз, типа, стоп осындай процент, типа, осындай процент сатып жібереміз, и осындай процент өскенде сатып жібереміз. Солай істейміз. Вот, енді усреднение деген түсіндіргім келген. Вот, мысалға біз мемкоинді вот, мемкоин график примерно осындай болса, потом құлады, потом тағы өсті. И сіз, допустим, монетаны мына жерде сатып алдыңыз. 80 мың капитализацияны сатып алдыңыз. Иә, 80 мың капитализация сатып алдыңыз мына жерде. И потом ол құлады. Допустим, мына вот, допустим, мына Pigeon сияқты. Иә. Графикін аша салайын қазір.
секунду. Так, секунду, секунду, секунду. Ха-ха-ха. Пиджин, пиджин, пиджин. В общем, что-то қуып жатыр менде. Так, чат оқып жүрейін. Сіздер жазғанша, шық деп жазғанша. Жақсы. Я шық деп жазамыз ғой. Типа өзіміз сатып жібердік деп жазамыз. Біз сигналдарды только өзіміз сатып алсақ жібереміз. Вот, қараңыздар. Кейбір кездерде усреднение деген нәрсе болады. Усреднение. Біз, например, жазамыз. Я закупился деген. Закупился деген не? Қазір. Усреднение. Вот, біз мына жерде сатып алдық. Ең төбесіне. И потом құлады ма это? И, допустим, 600 мыңға құлады бұл ма это. Вот, мына жерде құлады. Сіз мына жерде алдыңыз, потом ол құлады, и сіз күтесіз, короче, өссін деп. И мақұл, ол өсті тағы. И обратно келді мына жерге. Снова 800 мың уже. Снова мына жерде 800 мың. 800 мың, а здесь, сейчас. Мгм. Усреднение. Или закупился снова. Вот. Мына жерде алдыңыз, ол құлады, и сіз мына жерге снова ол өсті, и сіз просто негізі нөлдесіз, дұрыс па? Мына жерде алсаңыз, сол дәл сол капитализацияда тұрады, и просто нөлдесіз, бірақ закупиться дегеніміз мына жерде құлады ол монета. Біз құлаған кезде 600 мың капитал сатып алғанда, мына жерде снова тағы да сатып алғанда, и потом ол өскен кезде сіз уже нөлде емес, ал 30%-те болатын едіңіз. Иә? Санасақ мынау 600 мыңнан 800 мыңға 30%. Вот. Так что, например, біз айтсақ, закупиться етіңіздер деп, тағы да, ә, аласыз, и потом тағы да сатып жібересіз. Осылай. Так, мен қазір не болып жатыр? Так, окей. Солай, короче. Пока ұстап тұрамыз, пока нормально. Енді кім қазір анализ жасап жатыр? Біреу анализ жасап көрген ба уже? Чатқа жазып жіберіңдер. Твиттерға регистрация жасадыңыздар ма? Вот, сұрақ қойғым келді. Нотпен кіріп көрсетесіз ба? Нот деген не? Нот деген не? Ноутбук. Ноутбукпен кіріп көрсетесіз бе? Түсінбей отырмын. Ноутбук қой бұл. Ноутбукпен көрсетіп жатырмын. И потом. Кейбір, так. Кім түсінбеді, сигналға қалай кіретінін кім түсінбеді, айтып жіберіңдерші чатқа. Мен түспедім деп. Соны түсіндірей деген, бірақ сұрасам. Ага. Түсінбеді. Мен түсінбедім, Айбал. Ага. Бір сол қанша болып жатыр. Байбитен көре аламыз, или былай.
Мен түсінбедім, Жанар түсінбеді. Все хорошо, қазір көрсетемін сіздерге. Қалай кіретінін көрсетемін. Бізде саланы қазір $145. Вот. Окей, давайте көрсетейін. Вот бізге сигнал берілді. Допустим, вот. Қалай сатуды. Сатып алатынын білесіз, иә, қалай сатуды білмейсіз. Вот. Біз не істейміз? Біз копировать етеміз. Біріншіден алдымен біз адресті копировать етуіміз керек. Ол үшін сіздер просто жай ғана мына символдар әр мемкоиннің астында типа аты оның болады и адресі болады. Мына жерде де осылай вот. Аты и адресі. Сіз осы жерге просто бассаңыз болады. Бір рет бассаңыз. Всё. Бір рет бастыңыз, уже копироваться етіледі. Басып тұрудың қажеті жоқ. Просто бір рет басасыз. Мына жерде мысалға. Бастыңыз и все. Бам, все. Менде копироваться етілді. Енді мен сатып алатын ботқа кіремін. Bloom, иә? Дұрыс. Bloom бот. Вот, Bloom ботқа сіз мемкоин жібересіз. Жібердім. Вот, мемкоиннің аты. Енді сатып алайын десек, біз не істейміз? Біз XSOL деген басамыз. XSOL. И жазамыз, қанша саламен кіретінімізді жазамыз. Енді, иә, мысалы 0,1 біз сразу санаймыз. Бізде математика. Бір саланы бізде $145. Бір саланы, например, бізде $145. Значит, 0,1 бізде $14.5. Иә? Так что $14.5 кірген десеңіз, 0,1 деп жазасыз. Вот. Так, сразу мына математиканы сіздерге жібере салайын. Кейбір оқушылар қателік жасайды. Қандай қателік жасайды? Олар, қазір жіберейін. Олар ботқа 0.01 саланамен кіреді. 0.01 даже. Иә? Неге мына 0.1 и 0.01 мен неге кірудің қажеті жоқ? Зачем это нельзя? Почему это нельзя? Вот. 0.01 саны бізде қанша ақша бізде? Ол бізде, тез санасаңыздар, бұл бізде осындай ақша. $1.4. Ол дегеніміз там қанша ол? 700 теңге. Иә? Дұрыс па? Иә. 700 теңге. И вот прикиньте, сіз сол ақшамен кіресіз 700 теңгемен. И біздің монетамыз, прикиньте, 2 есе өсті, 100%-ке өсті. Сіз сол 0.01 саладан 700 теңгені қаш табасыз? Всего лишь 700 теңге табыс. 700 теңге табыс табасыздар. В случае, если 100%-ке өссе. Бірақ сіздің комиссияңыз ана жерде Bloom'да $2 примерно. Ол 1000 теңге. Дұрыс па? Сол үшін аз ақшамен кірудің керек жоқ. Я сіз автоматически 700 теңгемен кірсеңіз, мына $1 кірсеңіз, сіз автоматически уже в минусе. Вот, мынаны оқып шығыңыз мен жібергенімді. Бот нова ғой, қалай сатуда? Бот нова ғой. Я нова бот болған бізде, бірақ ол қазір не очень жасап жатыр. Біз Bloom ботпен сауда жасап жатырмыз. Логикасы дәл сондай. Например, вот мен дәл сол монетаны новаға жіберсем, новаға, қараңыздар, жібердім новаға. Дәл сондай новада. Мен сатып алайын десем, нені басам? XSOL дегенін басам. И Bloom'да да сондай. Мен жібердім монетаны. XSOL деген басам. Все. Енді, вот, сатып алам, например, 0.1 мен сатып аламын. Қазір менде ақша жоқ. Неде? Кошелькте, сол үшін мен көрсем, мен бұрынғы саудамды көрсетемін. Ол бізде қалай болады? Қазір көрсетем. Так, секунду.
Қазір көрсең сіздерге. Разница жоқ қой, иә, дұрыс, разница жоқ. Разницасы жоқ. Қазір секунду. Мен бір сауданы көрсетейін дегенмін. Секунду. Так, зарядка. Так, менде зарядка бітіп қалды ноутбукта. Қазір зарядкаға тұр. Мен қазір телефоннан көрсетемін сіздерге. Бәрің телефонда негізі кіресіздер ғой, иә? Сосын қазір соның записін көрсете Так, Илона, жақсы ақша тапқандар бар ма арамызда? Только бастадыңдар ғой сіздер сигналға кіріп. Так что результат пока что аз болады сіздерде. Опыт жинағанша. Так, дальше так, қалай сатып алатынын түсіндік біз. Мен қазір көрсем логикамды.
ә, қазір Bloomberg қайда? Вот. Қазір мына жерде мен қалай сату жасадым? Секунду. Вот. Мен мемкоинді жібердім. Первый шаг мемкоинді жібердім. Первый шаг копировать еттім. Екінші шаг Bloomға жібердім. Үшінші шаг мен мемкоин сатып алдым. XSOL дегенді басып сатып алдым. Потом XSOLды басып мен Solana'ны жаздым, и потом маған осындай шықты. Buy success деген шықты. Бұл менің транзакциям. Осындай success болса, зеленый кружок и success деп жазылса, все, сізде мемкоин сатып алған. Мына сообщениеден кейін маған енді осындай сообщение келеді. Менің процентім, менде процент көрсетеді, мына жерде көріп тұрсыз ғой. V2 кружок и процент. 0,15% деп тұр, И сіз постоянно refresh дегені басып тұрасыз. Refresh деген обновление. Ол в реальном времени көрсетпейді біздің табысымызды. Ол бір көрсетеді, и соны обновить ету керек. Сол үшін refresh деген кнопканы басамыз. Потом енді сатып жіберейін десек, біз не басамыз? Мына жерде астындағы кнопка 100% дегені басамыз. Вот. 100%. 100%. Сатып жібердік. Потом сатып жібергеннен кейін бізге мынандай сообщение келмейді негізі. Сіздерге осындай сообщение келеді. Spot sell success. Продано успешно. Зеленый кружок и все. Сатылды бізде мемкоин. И мына жерде кнопка Generate PNL дегенді бассақ, бізге фото жібереді. Біздің табысымызды. И сіз сол табысты маған жібере салыңыз. WhatsApp-қа, Telegram-ға сіз табыс тапсаңыз, осындай процент фотоны жібере салыңыз маған. Так, бір сигнал келді, Соған кіріп көрейік. Менде қазір уже 44%-ке өсті. Так, чат оқып жіберейін. Тема сияқты жоқ, Надо научиться копировать чужие кошельки, только где их найти хорошие. Или оны негізі сабақта айтам. Бірақ қазір қараңыздар, кошелекті аңдау ол пока что не так важно негізі, не так важно. Самостоятельно тапқан дұрыс, потому что жоқ, негізі ол важно, бірақ қазір рынок тихий болған соң өте аз сауда жасап жатыр сол кошелектер. Так, қанша процент уже? 42 дейді. Құлап қалды. Мына сигналға кірсеңіз болады. Так, анау жоса құлады дейді. 364 мың капитализацияға. Так, қазір ноутбуктан ашып қарайын. Пингвинді пока что ұстап жатырмыз.
бірақ қараңыз ана жерде, иә, пингвин бандері 70%, бірақ ол жерде мына тұр ғой, что определенный маркетмейкер сол монетаны не істеп жатыр, сауда жасап жатыр. Я, то есть, возможно, ол через какое-то время тағы сатып алады да бұл монетаны. Короче, көтереді сол монетаны. Иә, и негізі ол 5 миллион, 10 миллион капитализмға жету керек. Ерте алып қойыпсыз. Иә, оны да, иә, вот это мы не можем предусмотреть. Отчет қалай көреді? Қайталайсыз ба? Отчет қалай көреді, қайталайсыз ба? Түсінбедім оларға сұрағыңызды. Так, бэфрумды алсаңыз болады. Иә, иә. Соңғы сигналды алсаңыз болады. Жазып жатыр, крупный каналы шилет. Шилет деген реклама жасап жатыр, иә. Көп телеграм каналдар жасаймын деп жатыр. Сол мемкоинді. Значит, реклама положительно, то есть все мүмкін тағы монета. Сату кезіндегі 100% менен шықпайды. Значит, сатып алған жоқсыз. Азия ханым, скриншот жасап салыңыз. Скриншот жасап маған жібере салыңыз. Телеграмға либо WhatsApp-қа. 100% деген жоқ қой. Жоқ, 100% деген бар, бірақ сіз сатып алған жоқсыздар мемкоинді. Фото жібере салыңызшы, мен көрсеттім ғой ана жерде қандай. Типа 100% андай кнопкалар шықпаса, значит сатып алған жоқсыз сіз. Қазір қараймын. WhatsApp қараймын қазір. Так. Сатып алған жоқсыз қой. Сіз сатып алған жоқсыз. Так, сұрақтарыңыз бар ма сіздердің? Ағдия ханым, сіз де жібере салыңыз. Скриншот. Жоқсыз, иә. Бекболат, сіз сатып алған жоқсыз. Иә, қарадым. Сатып алған жоқсыз.
түсінбедім, қайта сатып алсаң не болады. Қазір сіздерге так жіберемін қазір. Блюмнан жіберемін, ал новадан ол ұқсайды. Қазір секунд көрсетемін. Қайта сатып алатынын. Так, сіз білесіз ба сатып алу үшін нені басу керектігін? X сол дегенді басасыз. Бізге сабақ бар ма басқа? Новадан алу деген бірінші сабақ емес пе? Иә, ол екінші сабақ, бірақ сигналға қалай керектігін білмейді адамдар. Иә, тағы сабақ болады. Бесінші сабақта біз сол соңғы анализді шарттарды, иә, бандл плюс кошелектер туралы айтамын ғой. Иә, бесінші сабақта сіздермен нені анализді соңғы пункттардан соны не істейміз, разбирать етеміз. Ал қазір вот соңғы сұрақтарыңызға жауап берейін, қандай сигналға қалай керектігін. И сабақты бітіре берейік. Так, вот, жақсы результаттар жіберіп жатыр маған оқушылар. Вот, аксиомнан 160%. Так, соңғы сигнал, қазір жіберген сигнал, ол рискованный. Много рискованный. Не көрсетейін деген мен қазір сіздерге жіберемін скриншотты. Ағзия ханым, иә, болады әрине. Гэмбл деген не? Гэмбл деген рискованный. Запись болады, иә. Бүгін ешіне түсінбедік қой, кіріп шығып қайта көрсетіңізші. Жарайды, только мұқият тыңдаңыз. Негізі сабақ бар, бүгін көрсеттім, қазір тағы да көрсетем. Пожалуйста, мұқият қараңыз. Соңғы рет көрсетейін. Вот, телефоннан біз осылай кіреміз. Запись ашылды. Қараңыздар. Ең бірінші қадам, біз мемкоинді скопировать етуіміз керек. Біз сигнал келді, мысалға, мына соңғы сигнал. 40% пайыз. Біз не істейміз? Мына жерде мен бірінші басында видеода, осы записте көрсеттім. Біз осы сообщениеда қарап, төбесіне көріп тұрыз. Мемкоин названиесі Sonar AI SNR деген, иә? И астында осындай символдар. G, H, B, E, Z, T, R деген символдар. Соған басамыз. Біз соған бір рет бассақ, бізде сол адрес, бұл мемкоиннің адресі, біз мемкоинді скопировать етеміз. Все, бір рет бассаңыз, бастырудың қажеті жоқ, бір рет бастыңыз, все, екінші қадам блюмға кіріп, сол монетаны жібереміз. Вот. И жіберген кезде бізде осындай сообщение болады. Енді сатып алайын десек, біз X сол дегенді басамыз. Вот, мына жерде астында X сол жазамыз, біз қандай саланамен алайын деп жатқанымызды жазамыз. Иә, мен мына сообщение оқыңыз, қалай кіретініңізді. Вот. Мысалға, біз, например, 14 доллармен кірейін десек, біз не жазамыз? Біз 0.1 деп жазамыз. Вот. 0 точка, обязательно точка. Бір. Сатып алған кезде
біз бастық жібердік 0,1 деп, да, допустим. Бізге осылай шығады енді. Бізге осындай сообщение шығады. Вот. Осындай сообщение. Осындай сообщение шығады. И астына кнопкалар болады. 1%, 5%, 10%, 50%, 100%. Біз 100% дегенді бассақ, бізде сатылады. Вот, төбеге көтеріп тағы көрсетейін. Қалай болған. Вот, мен мемкоин жібердім. Потом мен мемкоин сатып алдым. X сол деп басып. Потом маған осындай транзакция өтті. Перевод, типа перевод, я қазір перевод. Просто көрсетті маған, ол керек жоқ. Зеленый кружок, success деп тұрса, by success, все, менде алынды. Осындай сообщение болу керек, сізде новада да, білімді да осындай. Потом осындай сообщение тұрады менде. Менде процент көрсетеді, мына жерде зеленый кружок процент көріп тұрсыз. Өссе, біз refresh дегені басып тұрсақ, бізде өзгереді ол. Өссе бізде зеленый болады, құласа қызыл болады. Вот, 30% болса, например, сіз санайсыз, мен 14 доллармен кірдім. 30% ол қанша? Ол, ну, примерно $3. $3. Ал мен, например, 40 доллармен кірдім, ол там 50% пайыз. Санайсыз в уме. Так, менде қазір $20 табыс. Окей, дейсіз. И все, сатып жібересіз. Довольны болсаңыз, сатып жібересіз. Вот. Сатып жіберу үшін мына сообщение 100% дегенді басасыз. Все, сізде дайын ол. 100% басқаннан кейін сізде spot sell success болады. Sell success. Продано, успешно. Зеленый кружок. Мына кнопка generate PNL деген болады. Вот. Соны бассаңыз, сізге Bloom осындай скриншот жібереді. Сіздің табысыңыз. Вот осындай скриншот жібереді. Все. Вот так вот. Так, сіздерге негізі договорда общий чат создать етуге болмайды. Я? Так что негізі мына номеріңізді бөлісіп жатқаныңыз дұрыс емес. Біреу общий чат ашса, сол договор жазылған, сол курстан қуып жібереді. Вот. Так что общий чатты ашудың қажеті жоқ. Вот, сіздер общий чатта отырғаныңызды білсек, сол доступ жабылады сіздерге академияға, курсқа. Потому что ол деген, бізде қараңыз, бізде бар чат, я? Бізде бар. Бірақ негізі неге новичоктарға олай жоқ? Қазір сіздер новичоксыздар, я? Біреуде минус болса, сразу, например, жаловаться етеді. Өздерінің ошибкасы, бірақ олар там вот осындай басқаларды негативқа шақырады. Сол үшін біз чат аштық, закрытый чат. Бұл чатқа только ең жақсы табыс тапқан оқушылар, я? Бұлар чатта жақсы сөйлеседі, я? Негатив жоқ. Бөліседі результаттармен. Вот. Сіздің результаттарымыз жақсы болса, оны көрсек, біз мына чатқа қосамыз сіздерді. 400 адам отыр. Ал қазір новичоктар ашса, сол үшін біз мынаға запрет қоямыз. Договорда жазылған оқысаңыз. Жоқ, жауаптарға берем ғой мен WhatsApp'та. Индивидуально сіздерге бәріңізге сұрақ берем, жауап берем. Вот. Так что общий чат ашпағандарың дұрыс. Иначе курс доступ удалить тастайды. Вот. Бірақ сіздер, например, результаттар уже алдыңғы 3-ші потокта, қазір неге 4-ші поток мемкоиннің, 3-ші потокта кейбір оқушылар жақсы табыс тауып жатыр, олар закрытый чатқа қосылған, сол жерде сөйлесіп жатыр. Вот. Так, қараңыздар, сіздерде негізі соңғы 5-ші сабақ қалды. Я? Қазір негізі нарық немного тихий болып тұр. Сигналдар біз бұрын жақсы беретін едік, көп беретін едік. Я?
осындай сигналдар беретін күніне. Қазір немного тихий болып жатыр. Сол үшін мен сіздерді анализ үйретпей сейчас сигналға кіргізіп жатырмын. Неге? Өйткені өзіңіз жасасаңыз ол қиынырақ болады, рискованный болады. Біздің сигналдармен кірсеңіз дұрыс болады. И вот сигнал берілген, сол сигналды негізі графикті ашып, ноутбукта ашып қарасаңыз болады. Тоже өте жақсы опыт аласыз. Вот. И не айтайын дегенім, вот из-за того, что рынок сейчас плохой, сигнал раз, сіздерді немного курстың уақытын созамыз. Иә? Мына сіз отырған чат телеграм каналда ол навечно, и бірақ сигнал каналға сіздерге бір ай берілді ғой, біз сол уақытты созамыз, сіздер үйреніп алғанша. Иә, сіздерде ешқандай доступ алмаймыз, пока сіз табыс табып опыт жинамағанша. Вот, 5-ші сабақ қалды мемкойында, сол жетпесе тағы дополнительно істей аламын сіздерге, иә. Сол 5-ші сабақтан кейін сіздер Форекс саласына кірсеңіз болады. Форексте бізде тоже результаттар бар. Вот результаттар Форекс саласында. Оқушыларымыз тоже результаттар жасап жатыр, негізі көре аласыз. Мысалы, вот $300, $10-20, $30, $1400 тапты, $600. Вот. Так что сізде Форекс саласына уже кірісіп, мына мемкоин саласы, сіз сигналға кіріп отырсаңыз болады. Форекс мемкоиннан оңайырақ сияқты. Қараңыз, просто мемкоинда риск көп, Форексте риск аз. Так, Азия ханым, хорошо, бірақ қазір негізі ешқандай сигнал жоқ. Вот. Пока что ешқандай сигналға кіре алмаймыз біз. Бір сигнал берілсе, сіз фото жіберіп маған көрсетіңіз, или видео, иә? Менде білімда бір нәрсе дұрыс емес сияқты. Иә, фото жіберіңіз, қараймыз қазір сабақтан кейін. Вот, түсінікті деп ойлаймын. Қазір мына 5-ші сабақтан кейін сіз Форекске кірсеңіз, сонда өтесіз, короче. Вот. И иә, осылай. И Форекстің сигнал каналы болады, өздеріңіз де анализ жасай аласыздар. Просто не үшін Форекс мемкоинда да Форексте риск аз. Риск аз. Вот. Солай. Так что онда сабақты бітіре берейік. Алтын ғой, иә. Сабақты онда бітіре берейік. Так, иә, жақсы. Сұрақтарыңыз қойсаңыз, WhatsApp-қа жазыңыз маған, иә, бірге кіре аламыз, проблема жоқ. Все, тогда сабақты бітіре берейік. Pigeon'ды пока ұстаймыз. Ол жерде информация тағы шықса, ол негізі 5 миллион капитализацияға жетуі мүмкін. Вот, так что баршаңызға сәттілік, онда сабақты бітіре берейік, иә. Келесі сабаққа кейін көрісеміз.